егер шарт болса өзіңізбен бірге бір адамды алып кетеді, кімді алып кететін едіңіз? Қараңыз, мысал сұрағанға. Мысалы түсініп отырмын. Бұл сұрақты енді сіз қазір мүмкін осы жерде ғана қойып жатқан шығарсыз. Бұл сұрақты мен 20 жыл асып кетті өзіме қойып келе жатқаныма. Сол үшін осындай бір қиын жағдай қалып кетпеу үшін жұмаққа кірген кезде менің қасымда жақындарымның жас күні бәрі болу үшін әрекет жасап жүрген адаммын. Ертең күні кімді алып кетемін деп тұрып қалмау үшін. Біріншіден жұмаққа кіруді оны Аллах шешеді. Аллах Тағала бізге тек қана мына істер жәннатқа алып барады, мына іс тозаққа түсіреді деп бізге хабарын беріп қойған. Сол үшін біз тозаққа түсіретін істен бойымыз тиіп, жәннатқа апаратын істі істеуге тырысамыз. Сондықтан ертеңгі күні жәннатта енді кіріп алайық алдыменен. Жалғыз қалып кету менің ең жақсы көретін әке шешем, әйел бала шағам жәннатта болмай қалуы мен үшін бұл дүниенің өзінде қатты уайымдатады. Сол үшін мен елдер ойлайды, елге айтып жүрген деп. Бірінші мен әйел бала шағама осы сөздерді айтамын. Мен тіпті балаларыма айтамын, мектептен сенің бағаң 4 болып қалса, 3 болып қалатын болса, 5 алсаң қуанамын. Бірақ 3 болып қалатын болса, не алатын? Бірақ сен 5 уақыт намазың 3 болып қалмасын балам деймін. Ондағы мақсатым ертеңгі күні осындай уақытта кімді таңдайсың деген сұрақта қалып кетпеу үшін. Енді пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өзінің жақсы көретін қызы Фатимаға не деп айтады? Сенің әкеңнің пайғамбар болғаны сені құтқармайды дейді. Әркім өзін құтқару керек дейді. Сол үшін осындай бір келеңсіз жағдай қалып кетпеу үшін мен қазірдің өзінде қолымнан келгенше балаларыма аз-аздан болатын болса да осыны үйретуге тырысам. Ертең күні мен ол жерде барып отырмастан олар өздерін өздері сүйреп жәннатқа алып келетіндей. Өйткені Құранда мынандай аят бар. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ дейді. Қайсы бір адамдар иман келтіріп өмірден өткен болатын болса, арттағы балалар иманды болатын болса, жәннатта бастарын біріктіреміз дейді. Осы аят мені жұбатады. Сол үшін мен жәннатта ол баламды менімен біріктірейін деп тұрған қаным емес, тегім емес, ұлтым емес, иманым болып тұр. Мен өзім қағидам, сені біреу мақтап атқан болатын болса, соған сеніп қалмау. Біреу сені даттап жатқан болса, соған сынып қалмау. Мен өзім қойған қағидам. Сен өз мақсатыңды білуің керексің, алдыңға қоюың керексің. Егер көпшілікке көніп жүре беретін болсаң, Аллахтың жолына адасып кетесің дейді. Адамға өзіміз сияқты қарауымыз керек. Егер қылмыскер болатын болсаң, басқа болатын болса бөлек нәрсе. Сондықтан әрбір адамға кәдімгі адам ретінде оны түсінуге, оның бір сені жақсы көріп тұрса да, жеп көріп тұрған болса, мен туралы бір жалған хабар жеткен шығар. Жеп көріп тұрғанда жауап берейік. Жақсы көріп тұрған болса, артық кетіп қалмасын дейді. Сол сияқты осы нәрселерден бір келетін шығар. Енді мен өзімді қатты мақтай алмаймын. Бірақтан маған Алланың діннің берген нәрсесі өте көп. Әйтпесе табиғатым менің табиғатым. Негізі ашушаң адаммын. Табиғатым. Дінім мені тәрбиелеп отыр.